Риддер тұрғындары азық-түліктер мен бірінші қажеттілік тауарларының бағаларының күрт өсуіне алаңдаулы. Соңғы күндерде барлығы қымбаттап кеткен. Ұннан қантқа дейін және көліктер мен пәтерлерге дейін. Ол доллардың теңгеге қатысты өсуімен және әлемдегі орын алып жатқан белгілі оқиғалармен байланысты. Қалалық кәсіпкерлік бөлімінің ақпараты бойынша Риддерде әлеуметтік маңызды азық-түліктердің бағаларын ұстау әрі бақылау күнделікті жүргізілуде. Жергілікті атқарушы органдар мен қаланың сауда және көтерме сауда нүктелерінің бағаларына мониторинг жасалады. Әлеуметтік маңызды азық-түліктердің бағаларын тұрақтандыру мақсатында минималды сауда үстемесін сақтау жөнінде 71 меморандум жасалған. Ассортименттегі өнімдерді төмендетілген бағамен сату үшін жеңілдікті орындар ұсыну бойынша Милком жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тауар өндірушісімен меморандум жасалған. Майлылығы 2,5% жұмсақ қаптамадағы сүт литрына 290 теңге, сондай айран 335 теңге. Қалада әлеуметтік нанды 90 теңгеден сататын 29 дүкен бар. Бірінші сортты нанның бағасын ұстау жұмысы үнемі бақылануда. Мейірімділік сөрелері және әлеуметтік сөрелер бар. Риддерге 3 тараптық меморандумның аясында төмен бағамен СПК Ертіс акционерлік қоғамының өнімдері жеткізіледі. 4 сауда нүктелерінде 10% сауда үстемесімен сатылады. Олар Клинт көшесіндегі Гурман дүкені, Тәуелсіздік даңғылындағы Прометей дүкені, Абай даңғылы Мясо-край, 3-ші ықшам ауданы Павильон молоко. Осы сауда нүктелерінде төмен бағамен күрішті, қарақұмық жармасын, қантты, күнбағыс майын сатып алуға болады. Қалаға СПК Ертістің өнімінің 4 тоннасы әкелінген. Жыл сайын азық-түлік өнімдерінің бағаларын ұстау үшін күзде жергілікті шаруа қожалықтары негізінде тұрақтандыру қоры құрылады. Қала дүкендерінде әрі қарай сату үшін. Биыл тұрақтандыру қорына төмендегі баға бойынша 9 тонна жеміс салынған. Орам жапырақ 105 теңге, картоп 120 теңге, сәбіз 125 теңге және қызылша 110 теңге. Әр апта сайын Риддерде демалыс күні жәрмеңкесі өтеді. Оған Риддерлік өңірдің де облыстың өзге қалаларының Глубокое, Улан, Жарма аудандарының жеке кәсіпкерлері де қатысады. Жыл басынан 7 жәрмеңке өткен, оларда төмен бағамен сүт, ірімшік және ет өнімдері сатылады. Әлеуметтік маңызды азық-түліктердің бағаларын ұстау және бақылау Риддерде күнделікті өтеді, деп сендірді кәсіпкерлік бөлімінде.